Жетісу облысының тұрғыны саумалдан балмұздақ жасайды. Әзірге тілі үйретін тәттіні жақындармен көрші көлеңдеріне әзірлеп береді. Енді ол ұлттық сусынды өңдеп, өскелең ұрпақтың денсаулығын нығайтатын жаңа кәсіп ашуға ниетті. Райгүл Закарияқызы 4 жылдан бері күніне 5 уақыттан бие сауады. Саумал қалайтындардың көбі үлкен кісілер. Ұлттық сусыннан балалардан нәр алып қуаттансын деген оймен қаймақ пен бал қосып, балмұздақ жасайды. Саумал деген қан тазалайды. Адам денсаулығын оңшайды, іш құрылыс тазалайды, әрқандай нәрсеге пайдалы ғой. Сонан кейін өзім ойластырып, осы саумалдан балмұздақ жасасам, балалар сүйіп жейді ғой, балалардың тамағы деген жобамен де шығарып көрейін деп шығарғам ғой. Енді аппарат алып, осы жобамды енді іске асырып, сөйтіп ашамын. Отбасы бұл кәсіпті 80-нің сеңгіріне шыққан данышпан қарияға саумал сауып беруден бастаған. Кейін бие санын арттырып, ірі қара далды. Қазір ауыл тұрғындарына қымыз, құрт, май, ірімшік сатып, нәпақасын айырып отыр. Қошына қорымызды бүкіл саумалы мен қымызы мен қандатыр балалардың арқасында. Әзірде осы таң атқан мен күн батқанға шейін саумалы, қымызын Астанаға шейін, басқа жерге шейін әзір күнделікті жолдап жатыр. Райгүл Закарияқызы ісін өркендету үшін бір ауыл бір өнім жобасына қатысып жатыр. Жеңімпаз атанса кәсіпкер ретінде тіркеліп шағын цех ашпақ. Өңірде осы конкурстың қатысушыларын қолдауға арналған жаңа бағдарлама жасалды. Қазір уақытта жергілікті бюджеттен 20 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар даму қолдау қорынан тағы қосымша 100 миллион теңге бөлініп, 150 мың теңгеге осы бір ауыл бір өнім бағдарламасына қатысушылардың барлығын қамтып, осыларға несие береміз. Былайша айтқан кезде жаңағы мемлекетте қайтарымсыздық ол бірінші деңгей болса, өзінің жобасын іске асырғанға, екінші деңгейде осы кісілерді жобасын ары қарай дамыту үшін 15 миллионға дейін несие беріледі, аз пайызда. Сала жауаптылар Жетісу облысында шағын және орта бизнес саны 60 мыңнан асып, олар жалпы өңірлік өнімнің 41%-ын шығарып отыр дейді. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Айгүл Ғазизуллина, 24 KZ, Жетісу облысынан.